Сапарғали Бегалин бала шоқанынан үзілді. Бір сәт үзіліс теліп, ақылында үйде күлгендер де сыртқа шықты. Бұрынғы отырған жұртшылық үстіне тағы да бірен-сарандаған адамдар қосылды. Қайда келіп кісілер орынға отырғанда шай жасалып, дастархан жайылды. Ыстықтан пысынап, қымыздың болға жайылған қызуына балдырап отырған жұртқа қозы күрең ыстық шай дәл кезінде келді. Шоқан ағын тобылына қадағалай қарайды. Осынша ұзақ жыр қай жеріне сыйып тұр дегенде өне бойын мүлде шулиды. Әсіресе ақынның ойнақ үлкен көзі, селдіреу салалы сақалы, ұзын жағын көзі түскенде сірә бар өнердің асы осал дегенде болады.